Сәлем баршаларыңызға, қазіргі хит болып жатқан сникерс пирогтың рецептімен бөлісемін. Каналыма тіркеліп видеоның соңына дейін қараңыздар. Алдымен бір жұмыртқаның үстіне сары майды ерітіп құямын. Жақсылап араластырып, үстіне қантымды қосып араластырамын. Содан соң ұнды електен өткізіп, оның үстіне қопсытқыш саламын. Оның үстіне какаоны қосып, жақсылап араластырамын. Осылай електен өткізіп қосамын. Ары қарай қолдың күшімен жақсылап араластырып, дайын болған қамырды тоңазытқышқа салып қоямын. Мінекей осындай жұмсақ тестамыз дайын болады. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына маған қажет ірімшік, яғни творог. Оның үстіне қаймақ, яғни сметананы қосамын. Және қантты қосамын. Екі жұмыртқаны қосып, үстіне көкөніс крахмалын қосамын. Көкөніс крахмалы барлық дүкендерде табылады. Менікі осындай. Барлығын қосқан соң жақсылап араластырамыз. Қасықпен, блендермен, миксермен, бәрімен араластыруға болады. Формасын дайындамас бұрын мен сары майды кішкене бөлігін алып жағамын. Сұйық май жақсаңыздар да болады, қыздар. Бұл бізде қамырымыз жабыспас үшін. Достар, видео ұнаса, комментарий қалдырып, лайк басып, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Менің қазақша каналымызды қолдап кетіңіздер. Енді осыған салманы салып, қызып тұрған пешке 20-30 минутта пісіріп аламын. Сникерс пирогтың сәнін келтіретін ганашты дайындаймыз. Қазақстан шоколады мен сары майды микротолқынды пеште ерітіп, жақсылап араластырған соң үстіне арахисті қосып, барлығын қосып араластырып, бөлме температурасына суытып қоямын. Пирогымыз осындай әдемі болып піседі. Мен жарты сағатқа суытып алдым. Енді оның үстіне бөлме температурасында суыған ганашты құямын. Енді пирогты 1 сағатта қатырып қоямын. Мінекей пирогымыз дәмді әрі сәнді, дастарханымыздың сәнін келтіреді. Каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер.